Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін сіздермен бірге жаз сыйы атты көкөністер салатын бірге жасаймыз. Ең алдымен баклажанды жақсылап жуып, тұзды суға салып қоямыз. Содан кейін оны сығып, сүлгіге кептіріп, дегдітіп аламыз. Барлық көкөністерді бірдей мөлшерде алып турап алдым. Табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға туралған жуамызды салып қуырып аламыз. Қуырылған көкөністерімізді бөлек қазанға салып отырамыз. Пияздан кейін сәбізімізді қуырып аламыз. Дәл осы қалыппен барлық көкөністерімізді қуырып аламыз.
Барлық көкөністерімізді қуырып алған соң қазанға салып, тұзымызды салып, бұқтырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.